Айлық есептік көрсеткіш көбейеді. Бұл дегеніңіз айыппұл мөлшері де артады деген сөз. Бұдан өзге зейнетақы мен жәрдемақы да көбеймек. Қаншаға көбейетінін білгіңіз келсе, видеоны қарап шығыңыз. 2024 жылы 1 қаңтардан бастап бюджеттен төленетін жиынтық зейнетақының орташа мөлшері 130.414 теңге болады. Ал базалық зейнетақының ең төмен мөлшері ең төмен күнкөріс деңгейінен 60%-дан 65%-ға дейін өседі. Бұл 28.215 теңгені құрайды. 2024-2026 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заңда 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік жәрдемақылар мен базалық зейнетақы төлемдерінің барлық түрін ұлттық банк айқындайтын инфляцияның болжамды деңгейіне сәйкес 7%-ға, яғни инфляция деңгейінен 2%-ға арттыру көзделген. 2024 жылы бюджеттен төленетін